Мақтаншақ екінші Гүлзира зәулім пәтерін көрсеткен Тұрсынбек Қабатовтың әйелі сынға қалды. Танымал әзілкеш әзіл әлемі театрының жетекшісі Тұрсынбек Қабатовтың жары Мөлдір Мұқанова достарының басын қосып, шаңырағын көрсетті. Келген қонақтар дастархан басына жайғасқанша зәулім үйді аралап, видеоға түсіріп, желіге жүктеді. Кіреберісті толық өзгертіп, бір қабырғаны алып тастадық. Содан мынадай холл шықты. Келген қонақтар демалып, теледидар көріп отыруға ыңғайлы етіп жасадық. Басында бұл үйді кәрістер салған ғой, өздеріне ыңғайлы етіп. Ал біз қазақтар алдымен қонақты ойлаймыз. Үйдің аумағы 300 шаршы метр. Ұлдар мен қыздардың бөлмесі бөлек орналасқан. Гардеробтың өзі бір бөлмені алып тұр. Менің жеке сахналық киімдерім мен заттарым бөлек гардеробта тұр. Балалардың заттарын араластырмаймын. Көзілдірікті жақсы көретін болғасын. Бір сөреге тек мені көзілдірікпен коллекциям қойылған деп мақтанды актердің әйелі. Сонымен қатар үйінің тең жартысын алып жатқан ас үйінде аралатты. Менің жұлдызды ас үйім. Осы жерден видео салсам, өте көп қаралым жинайды. Мұнда 2 қойма бар. Артық заттарды шығарып, түк болмағандай түсіре береміз. Ас үйден бірден қонақ бөлмесіне өтесіз. Ол бөлмемізде де әдейі кеңейтіп жасадық. Қонақ өте жиі келеді, сондықтан сыймай қалмасын дедік. Негізі шашылып жатқан бөлмелерімді көрсетпедім деп ағынан жарылды продюсер. Қабатовтың көп қабатты үйдегі зәулім пәтерін көргендерде әртүрлі пікір білдірді. Көріп отырып адасып қалдық қой. Тұрсынбектің арқасы, мақтаншақ әйел. Мыналар өтірік мақтаған сайын жарылып жатыр. Тұрсынбектің үйі осындай болмаса қайдам енді. Ығы-жығы екен, ақша бар, талғам жоқ. Қайраттың шешесі сияқты мақтана береді. Екінші Гүлзира болды деп. Әдемі екен, бізге де нәсіп етсін деп жазды желі қолданушылары.